Байзақ ауданында жастар ресурстық орталығына жеке ғимарат берілді. Орталық саябақтан пайдалануға берілген ғимарат заманауи құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Мұнда жастардың мәселелері мен тың идеяларын ортаға салып, іске асыруға мүмкіндік бар. Одан бөлек жастардың бос уақытын тиімді өткізуге арналған арнайы алаңша да қарастырылған. Айта кету керек, осы жылы аудандық жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз 1385 жас тіркелсе, оның 1371-і екі қолға бір күрек тапқан. Сондай-ақ 211 жас 505 мың теңге көлеміндегі қайтарымсыз грантқа қол жеткізіпті. Бүгінде аудан бойынша 14 пен 29 жас аралығындағы 25.360 жас бар. Дипломмен ауылға деген бағдарламасы бар. Биылғы жылы 30 жас мамандарға сол бір жолға әлеуметтік көмек көрсетілсе, 8 біздің жас маманға тұрғын үй сатып алуға несие берілді. Бұдан басқа мынау Жасыл ел бағдарламасы аясында аудандық бюджеттен 2 миллионнан астам қаражат бөлініп, жылда 50-ден астам жастар осы жаз мезгілінде жұмыспен қамтамасыз етіліп жатыр.